Ассаламу алейкум. Кофе буымдағыдай өте дәмді таңғы ас шакшука дайындаймыз. Сондай дәмді, тез дайындалады. Мұндай дәмді шакшуканы мен кофе буымнан ғана жеп көрген болатынмын. Енді өзім дайындадым. Біздің үйдегі осы қара табада шакшука ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан ең алдымен табамызды қыздырып аламыз. Кез келген майды құямыз. Содан кейін бір штук чеснокты майға майдалап турап қуырып аламыз. Барлығын кезек-кезек қуырамыз. Енді кезекте бір пиязды турап саламыз. Пиязды салғаннан кейін араластырып 2-3 минуттай қуырамыз. Содан кейін үстінен аздап тұз себеміз. Қуыру үшін кез келген майды қолдансаңыздар болады, бірақ зәйтүн майымен дәмі ерекше болады. Енді кезекте туралған тәтті болгар бұрышы мен қызанағымызды қосамыз. Қызанақтың согы көп сорты болса, тіптен жақсы, сочный болып шығады сонда. Осылай жайлап араластырып аламыз. Содан кейін біртіндеп дәмдеуіштерімізді қосамыз. Күркумен қосуға болады, бірақ мен қоспадым. Одан кейін қызыл паприка қосамыз. Одан кейін кориандр қосамыз. Содан кейін бір қасықтай томат пастасын қосамыз. Жақсылап бір рет араластырып аламыз. Содан кейін үстінен аздаған су құямыз. Барлық қажетті ингредиенттердің өлшемі осы видеоның төменгі жағында жазылған. Жақсылап бір рет осылай араластырамыз да бетін жауып қоямыз қақпағымен. Жобамен орташа отта 2 минуттай қайнатамыз. Міне осылай согы шыққан кезде жұмыртқаны жарып саламыз. Менің бір қолымда камера болғандықтан сәл ыңғайсыздау болды. Осылай ыдысқа жарып алып, содан кейін салдым. Сіздер бір-бірден жарып салсаңыздар болады. Жұмыртқаларды араластырмаймыз, осылай дана-дана етіп шағып саламыз. Жұмыртқалардың үстінен көз межемен дәміне қарай тұз себеміз. Бағана пиязды қуырып жатқанда тұз сепкен болатынбыз, сондықтан көп тұз сеппейміз. Содан кейін қақпағын жауып 3 минуттай ең төменгі отта пісіреміз. Егер жұмыртқаның ішкі жағы сәл шикілеу болсын десеңіз, ертерек аласыз. Шакшука пісіп дайын болған кезде өзіңізге ұнайтын кез келген шөптердің түрін ұсақтап турап, осылай бетіне шашасыз. Содан кейін қақпағын жауып қоясыз. 1 минуттан кейін жей берсеңіз болады. Мен бүгін укроп шаштым. Укроппен қоса кинзаны да қолдансаңыздар болады. Кинза бір сондай ерекше дәм береді. Укропты салғаннан кейін бетін жауып оттан алып қоямыз. Содан кейін 1 минуттан кейін міне осындай өте дәмді таңғы асымыз дайын болды. Тура осы рецептпен жасасаңыздар ерекше дәмді шакшука шығады. Баршаңызға ас болсын.